негізінде әкемді, шешемді, сол тума туысқандарын айтқандарын тыңдамайтын болғанмын. Мінез, ішкі жан дүнием сондай бұзық бала болдым. Біреу артық сөйлесе ұр жіберем. Сөйтіп жүріп, сол бұзықтығымды бәрін өзгертем деп, сол мұсылман дінінде жүріп, өзгерем деп өзімді сол ислам намаз оқып бастадым. Менің ішкі жан дүнием әлі өзгеретін ештеңе жоқ. Жылдар өтті, өз-өзіме сұрақ қойдым. Не үшін мен намаз оқып жатырмын? Не үшін мен жүрмін? Не үшін келдім мен мына дүниеге? Я Аллам деп, көмектесші маған деп. Мен соның сәләфит деген ағымында болғанмын. Ислам дінінен кетіп, көп жыл Құдай жоқ деп, Құдайға ренжи бастадым. Амандық пен тыныштық, ағайындар. Менің есімім Алмат. Мен Ақтөбе қаласында сол сояқтың азаматымын. Мен сол кішкентайымнан сол өте қарапайым отбасында өмір сүргенмін. Мен деген негізінде әкемді, шешемді, сол тума туысқандарын айтқандарын тыңдамайтын болғанмын. Менде сондай болды, ондай мінез, ішкі жан дүнием сондай бұзық бала болдым. Сөйтіп жүріп, сол бұзықтығымды бәрін өзгертем деп, бәрімізде білесіздер, қазақ болғаннан кейін ислам деген діні бар, мұсылман деген. Сол мұсылман дінін қабылдап, сол мұсылман дінінде жүріп, өзгерем деп өзімді сол ислам намаз оқып бастадым. Сөйтіп жүріп, намаз оқып жүріп, жан-жағыма қарайым көп адамға. Менің ішкі жан дүнием әлі өзгеретін ештеңе жоқ. Жылдар өтті, өз-өзіме сұрақ қойдым. Не үшін мен намаз оқып жатырмын? Не үшін мен жүрмін? Не үшін келдім мен мына дүниеге? Айтамыз ғой енді бір Алла деп, я Аллам деп, көмектесші маған деп. Сөйтіп жүрген кезде, сол жолда жүрген кезде, мен нақты айтайын, ол исламның деген ағымдары бар, бірнеше ағымдары. Мен соның сәләфит деген ағымында болғанмын. Оны қазір мен өтірік айта алмаймын. Қалай болды? Сөйтіп өзгерем деп, сол намазды бастап, мынандай қиын болды. Араб тілін жаттау керек. Араб тілін жаттау деген өте маған қиын болды да. Қарапайым отбасында өмір сүрген, сол жаңағы тіл жағынан өзіміздің қазақ тілімізді білмейміз. Енді араб тілін жаттау деген ол өте қиын болды. Сөйтіп араб тілін жаттай алмай, ішімнен тек Аллам өзін кешір деп жүрдім. Бірақ жылдар өте өз-өзімді алдап жүргенімді түсіндім. Сөйтіп мен сол ислам дінінен кетіп қалдым. Ислам дінінен кетіп, көп жыл Құдай жоқ деп, Құдайға ренжи бастадым. Алла жоқ, Құдай жоқ. Бәрі жай ғана әңгіме. Көп адамдар тек дінге кіргізудің амалы деп. Сөйтіп жүріп, өмірім одан сайын көп қиналдым. Сөзін шыны керек, қатты қиналып, сөйтіп жүріп, мен үйленсем дұрыс болады деген шешімге келдім. Үйленіп, адам болып, сол балалы болғаннан кейін мен өмірім өзгереді дегенмен үйлендім. Үйленіп жүріп, отбасы құрдым, Құдай бізге бір бала берді. Адамның ішкі жан дүниесі өзгермейді екен. Өз-өзімді алдаппын. Жан дүнием өзгермеген себептері сол дәл жаңағыдай айналам жек көрем.
біреу артық сөйлесе ұрып жіберем, қатты сөйлесе де ұрып жіберем. Келіншегім құттай бірдеме десе ұрып жіберетін болдым, келіншегімді жылатып талай. Сол кезде өз-өзіме сұрақ қойғанмын, кім бағады ертең мені мына баламды, мен қазір осындаймын деп. Сөйтіп жүріп жылдар өте келіншегім маған айтты, ренжімеш, мен сенімен тұра алмаймын, кешірші, мен кетем деді. Мен өзім қалдым. Өзім қалып, үйде отырып ойландым. Құдай, сен барсың ба? Сен кімсің? Егер де сен шынымен де Алла болсаң, ашылшы, көрсетші маған. Егер сен басқа Құдай болсаң, ашылшы, көмектесші деймін. Сөйтіп жүрегіме біреу сөйледі. Өте жылы сөз, досыңды ізде деді. Көп ұзамай досым тауып алдым. Сол досым негізінде сол ислам дінінде Құран деген бар ғой, кітап, перевод Кулеев деген, соны жақсы зерттейтін бала еді. Аллам сояққа жүріп жатыр ғой деп, сондай оймен барсам, ол досымның қолында сол Құранды көрген жоқпын. Досым айтам, досым, Құран қайда? Маған айтады, мен оны тастадым дейді. Мен сонда таң қалғанмын, қалай сен тастадың? Сен тастамайтын едің ғой оны. Мен өмірім міне осындай болды. Ол досым тұрып айтады маған, субботникке келші дейді. Не ол субботник? Мен ойладым, субботник сол бір жерге, бір школға или садикке бір охран болып тұрып алдым ба деп. Үндеген жоқ, келші деді. Жақсы, кеттім, үйге бардым. Бір күш жатқызбады, түнімен ұйықтай алмадым. Қашан таң атады, сағатты қарай берем. Сөйтіп таңертеңгісін сол досымен кездесіп екеуміз, мен қазір айта алмаймын, маңдай жек алып барды, маңдай жек алып барды деп. Кәдімгі қазақтар тұратын үйге алып барды. Қазақтар отыр өздері. Сол жерде көп деген қазақтарға сұрақ қойдым. Енді сол сұрақ қойдым, көп сөйлестім, бүкіл сұрағыма жауап алдым. Маған қатты ұнағаны, мен қолыма бір кітап берді. Келі кітап деген қызыл. Сол кітапты қолыма алған кезде, мен аштым. Ашқан кезде бірінші аят түсті. Құдай алдында құр алақан тұрғандар бақытты деген. Күнәларына өкініп, қайырғандар бақытты дейді. Мен түсінген жоқпын. Екінші бетті аштым. Жол шындық, шынайы өмір менмін дейді. Мен арқылы болмаса, ешкімде Құдай әкеге бара алмайды дейді. Сонда әке деген кім ол? Деп отқанда, манағы дауыс сол. Әке деген мен дейді. Сол күні тағы да бір бауырым келіп, тағы да бір сұрақ қойды. Сен өзіңді күнәһар екеніңді мойындайсың ба? Мен мойындаймын күнәһар екенімді дедім. Бірақ сен үшін, сенің ауруың үшін, сенің азабың үшін, сенің қайғың үшін Иса Мәсіх айқышта құрбан болды деген кезде мен кіммін деген сұрақ болды. Ата-анасын сыйламайтын, әке-шешесін, достарын, тума-туысқандарын, әйелін ұратын мен үшін құрбан болды дегенде мен жүрегім қақ айырылды. Мен айтқам,
Сонда не мен үшін құрбан болды ма? Айқышта. Иә, сен үшін. Сені сүйеді. Сол күні мен Исаны қабылдадым. Жүрегіме өте қатты қуаныш келді. Ешқашанда қуанып көрмеген, өміріме елестетіп көрмеген қуаныш келді жүрегіме. Исаға келген кезде мен түсіндім. Міне Құдай. Міне менің ішкі жан дүниемді өзгерткен Құдай. Сол күні кеттім көшеге шығып. Бірақ мені ешкім түсінген жоқ. Сол кетіп қалған мешітіме қайтып бардым. Сол мешіттің алдында 30-40 адам қоршап алды. Ешкім түсінбейді мені. Маған айтып жатыр: ей, сен адасқансың, сен бүйткенсің. Мен оларға айтып жатырмын: мен қандай адам болдым, қазір қандай адаммын. Көріп тұрсыңдар ғой. Шынымен өзгергенімді көріп тұрсыңдар ғой деп. Ешкім түсінген жоқ. Сол жерден шығып, сол жердегі бір топ бала мені тума туысқандарым алып барды. Тума туысқандарым да түсінген жоқ. Кіре сала: әке, кешірші. Әкем айтып жатыр: сен не істедің, не бүлдірдің? Ұрып, сабап. Әке, кешірші мені. Мен шынайы Құдай таптым. Ол Иса деген кезде ешкім түсінген жоқ мені. Мен білем, сол жердегі көбісі жаны ашып маған айтып атқандарын. Айтайын дегенім, сөйтіп көбісінен кешірім сұрадым сол жерде. Кешіріңдерші мені. Мен сендерді ренжіттім. Міне енді мен таптым Құдайды. Сендерді енді сүйетін болам, сыйлайтын болам дегенде ешкім мені қабылдаған жоқ. Бірнеше уақыттан кейін мені айтқан: сенің ішіне жын кіріп кеткен. Сені қазір біз алып барамыз молдаға. Ол молда өте сондай үйінде ашқан үлкен қария. Сол кезде кірген кезде молда айтқан маған: Иса Құдай емес, ол пайғамбар. Мен оған айтқанмын: Иса Құдай. Иса маған шынайы сүйіспеншілік, қуаныш, тыныштық берді. Егер де сіз Исаны қабылдамасаңыз, осы дүниеден соқыр өтесіз деген. Сөйтіп уақыт өте, бірнеше уақыт өткеннен кейін сол жаңағы имам дейміз, молда дейміз, көзі көрмей қалды. Алып кеттіңдер мынаны деді. Алып кеттіңдер. Мен кетіп барып тағы айтып кеттім: аға, егер де Исаны қабылдамасаңыз, осы өмірден соқыр өтесіз. Бірақ етакта соқыр болып қалды ол кісі. Шыққаннан кейін ең соңғы сынақ өте қиын болғаны, жаңағы кетіп қалды деген келіншегім сол қайтып келді. Сол күні келіп маған айтты: или Иса, или мен. Отбасы. Мен одан кешірім сұрадым: кешірші мені. Мен сені ренжіттім ғой, мен сені ұрдым ғой, дұрыс болмаған екен. Енді мен сені бақытты қылам деген кезде түсінген жоқ. Сөйтіп әйелімнен де, баламнан да, тума туысқандардан да бәрінен мен айырылдым.
уақытша кетіп қалды. Сол 8 жылдан кейін келіншегім қайтып келді. Сөйтіп Құдайға рахмет айтам. Менің отбасымды қайтарғанына өте қуаныштымын. Ол бізге 3 бала берді, 2 қыз, 1 ұл берді. Енді мендегі арман осы тума туысқандарыма айтамын. Мен жақсы танитын тума туысқандарым, достарым. Сендер Исаға келсеңдер, Иса сендерге мәңгілік өмір береді. Мені өзгерткен Құдай, ол сендерді де өзгертеді. Киелі кітапта мынандай сөз бар. Ей, шаршап, шалдыққандар, еңселеріңді тым ауыр жүк басқандар дейді. Барлығында маған келіңдер дейді. Мен сендердің жандарыңды рахатқа бөлеймін дейді. Жандарыңды рахатқа бөлеймін дейді. Осы Исаға келген адам мәңгілік өмірге ие болады. Жүрегінде тыныштық болады. Ең маңызды нәрсе маңайындағы адамдарды сүйетін боласың. Аумин.